Неке шарты бұл Қазақстан Республикасының отбасылық ерлі зайыптылық заңының 39 бабында нақты көрсетілген. Яғни бұл 39 бап неке шартына түсініктеме беріп өтеді. Енді неке шартының табиғатын анықтауымыз үшін бұны салыстырмалы түрде жүзеге асыруымыз қажет. Өйткені неке шарты болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының жаңағы жоғарыда атап өткен неке және отбасылық туралы заңның жалпы ортақ тәртіпте жүзеге асырылады. Яғни ортақ тәртіп дегеніміз не? Яғни ерлі зайыптылар екеуі бірге тұрып жатқан кезеңде сатып алған немесе сататын мүліктердің бәрі ортақ мүлік болып табылады. Яғни заң бойынша олардың құқықтары 50-50. Неке шартын құрған жағдайда олар алдын ала анықтап алуы мүмкін. Яғни бар мүлікке қатысты осы мүлік менде қалады, немесе жаңағы екінші тарапта қалады, немесе келешекте қандай да бір мүлік сатып алынған жағдайда ол мүлік немесе әйелінікі, немесе күйеуінікі болады деп, яғни нақты анықтап алуға болады. Енді бұл институт бізге яғни батыс елдерінен келіп отыр, яғни қазір нақты жыл есімде жоқ, біздің яғни заңнамаға енгізілді. Бұның енді негізгі көздейтін мақсаты, енді көп жағдайда айтып жатады ғой, жаңағы біреудің мүлкі үшін жаңағы күйеуге шығып жатыр, немесе біреудің мүлкі үшін, байлығы үшін жаңағы ол сол кісіге үйленіп жатыр деген, яғни мәселелер туындайды. Осындай мәселелерді яғни жоққа шығару мақсатында және де өзге де басқа жағдайларда осы неке шарты құрылып жатады. Неке шартын оны қалай құруға болады? Яғни оны міндетті түрде нотариалды түрде куәландырған шарт болады. Өйткені нотариалды түрде куәландырылған шартта егер де келешекте қандай да бір мәселені сот арқылы даулаған жағдайда бұны неке шартын, яғни нотариалды куәландырылған неке шартын бұзу өте қиын.